1950 жылдары Некрасов пен Панаевтың «Өлі көл» атты романы жарық көрді. Бұл қайғылы махаббат тарихы. Роман көлдегі жұмбақ оқиғалармен, адамдардың жоғалып кетуімен және қайтыс болуымен байланысты. Аңыздарда айтылады, ежелден бері мұндағы көл мен оның айналасындағы ормандарды зұлым рухтар мекендейді делінген. Бұл оқиға ойдан шығарылған болса да, сұмдық көлдің ертегілерінде бір жама шындық бар. Авторлар Выборгтың астындағы Куала-Ярви көлін, немесе Аланец провинциясында Куала-Ярвиді ескерген деп болжанады. Фин тілінде екі атауда өлім көлі және өлі көл дегенді білдіреді. Куала-Ярвидің арқасында қорқынышты аңыздар біздің заманымызбен байланысты. Жергілікті тұрғындар әдетте көлде шомылмайды, өйткені ол өте терең. Ғасыр басында әлі де тоқыраған суға түскен батыл адамдар болды, бірақ бірнеше адам суға кеткен соң, олар көлді айналып өте бастады. Мұнда барлық тіршілік иелері кездеседі, бірақ кейде жергілікті әжелер қанатсыз құстарды көргенде қорқыныштан кірестенеді. Көбінесе тұмсықтар тым үлкен құстар мен үлкен бақалар жағада жиі кездеседі. Олардың осында қашан пайда болған, тіпті қазіргі қарттардың үлкен аталары да білмеген. Бірақ құстар мен бақалар ешкімге зияндарын тигізбейді. Дегенмен олардың дауысын есту жақсы емес деп есептейді. Бірақ масалар, кәдімгі қан сорғышылардан басқа ара тәріздес үлкен екі қанаттылары да кездеседі. Міне осыдан бәрі қорқады. Бірақ шыны керек, адамдарға көп шабуыл жасамайды. Бірақ шабуыл жасаған жағдайда адамның бүкіл денесі ұйып, ал аллергиясы барлар тіпті өліп кетеді. 2-3 рет адам өлген жағдайдан соң, ата-аналар өз балдарын Куала-Ярвидің жанында орналасқан ауылға, ата-әжелердің үйіне демалысқа жіберуден бас тартты. Ал жергілікті тұрғындар балдарын жағажайға мүлдем жолатпайды. Бірақ тұрғындар арасында бұдан да қорқынышты сыбыстар көп. Олар соғыс кезінде 2 жасөспірім көлде балық аулауды ұйғарған дейді. Балық мұнда ұсталмаған сияқты, жағалауда баяғыдан кездеспейтін көрінеді. Ал ортасына ешкімнің жүзуге батылы бармайды. Бірақ оны неге аштықпен жасамасқа? Майданға аттанған әкелерінің ескі қайығын сұрамай алып, балалар барлық жабдықтарымен жағалаудан көл ортасына қарай жөнелді. Жеткілікті тереңдікте тоқтап, балық аулауға кірісті. Оларға сәттілік күлгендей болды. Көп ұзамай балдардың бірі қармаққа ілінген бірдеңені сезінді. Ол қармақты 2 қолымен қысып ұстап алды. Жіптің соңында өте ауыр нәрсе ілінгендей, жігіт қатты тартты, бірақ қармақ берілмеді. Ақыры судан бір бас шықты. Бұл мүлде балық емес, түсініксіз. Адамдікіне қарағанда 1,5 есе үлкен. Қара қоңыр теріге толы, көздері ақшыл, тозған және аузының орнына үңірейген тесік. Соған қармақ ілулі тұр екен. Қалай дегенде де балықшылардың біреуі кейінірек көлдегі құбыжықты осылай суреттеп берді. Бұның бәрі қайғылы аяқталды. Жас бала тепе-теңдігін сақтай алмай суға құлап, бірден құйынша айнала кетті. Досы бар күшімен қашуға жөнелді. Ол бұндай тереңдікте суға батып бара жатқан адамға көмектесе алмайтындығын және өзіне қауіп төнуі мүмкін екендігін түсінді. Кейінірек бала жағаға келе жатқанда, оның артында түсініксіз тілде айқай мен жылаудың қандай да бір дыбысы естілгендігін айтады. Мүмкін ол оған тек елестеген шығар. Өлі көлден балық жегісі келетіндер жоқ болды. Судың астында немесе көлдің жанында жасырынған тіршілік иелері туралы көптеген әңгімелер пайда болды. Соғыстан кейін бір жергілікті тұрғын көл жағасына русалканы көргендігін айтып, сендіруге тырысты. Ол оны бүкіл денесі жасыл қоңыр қабыршықпен қапталған әйел ретінде суреттеді. Көздерінің қарашығы жоқ, ерінсіз ауыз. Бұның бәрі кезінде балықшы баланы суға сүйреген құбыжықтың суреттемесіне ұқсайды. Куәгердің айтуынша тіршілік иесі күн астына қыздырынып отырған. Жақындағысы келгенде әлгі тіршілік иесі ашуланғандай қарап, суға секіріп кеткен. Сол сәтте оның балық тікіндей ұзын құйрығын байқап қалған. 60-шы жылдардың басында бір әйел көлдің жанындағы орманда таң қаларлық жаман көрініске ие ер адамды кездестірген. Таз бас, сүйегіндегі қоңыр тері, біртүрлі көздер, мұрны жоқ, аузының орнына жай ғана тесік, қолының орнына үзінділер. Денесі әйелге көрінгендей жүнмен қапталған. Бейтаныс адам әйелге оның соғыста болғанын және гранатаның жарылуы нәтижесінде бетін қатты күйдіріп, соқыр болып, 2 қолынан айырылғанын айтып берген. Ауруханадан шыққан соң үйіне, отбасына осындай күйде баруға қорқып, әрең туған жеріне жетіп алып, осы орманның өміріне бейімделіп алған. Аты жөнін айтудан бас тартты. Әйелден тамақ әкеліп беруін өтінеді. Бірақ әйел бірнеше тұрғындармен сол жерге қайтып келгенде құбыжық жоғалып кетеді.